لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام، فإذا كان يجب أن يكون دينه الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Бүгін біздер иншаллах тәжвид біліміне кірмекшіміз. Тәжвид деген нәрсе бұл Құран оқу ережелері мен дыбыстарды дұрыс және де әдемі дәл оқу деген мағынаны білдіреді. Яғни сондай бір білім. Ал тәжвидтің өз мағынасы жауада деген естіктен шығады. Жауада деген яғни әдемі қылу, көркем қылу, жақсы қылу деген мағынаны білдіреді. Яғни бізде негізгі мақсат осы тәжвидті үйренудегі Құранды оқыған кезде қатесіз оқу. Біздер Құранды оқуға міндеттіміз. Себебі Наби саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Хайрукум ман тааллама ал-Qur'ана ва алламаху" дейді. Сендердің ең хайырларың Құранды оқып үйреніп, және де оны басқаға үйреткендерің дейді. Яғни біздегі бастапқы мақсат осы тәжвидті үйренудегі Құранды жақсылап оқу. Одан бұл жердегі екінші мақсат әрбір әріпті шығатын жерінен, махраж деп айтады. Яғни әріпті шығатын жерінен әдемілеп дұрыс сипаттамамен шығарып оқу. Және де оқу барысында мәд деген нәрсе бар бізде. Осы тәжвидке кіру үшін бізде белгілі бір нәрселер бар, білу керекті болған. Яғни біздер біріншіден әріптерді білуіміз керек болады. Ол әлиф, ба, та, са, джим, ха, ха. Бұл бірінші нәрсе. Екінші талап ететін нәрсе харакаттарды білу. Егер қысқаша түрде еске салатын болсақ, бізде харакаттың үш түрі бар еді. Ол фатха, одан кейін касра, одан кейін дамма. Яғни осы нәрселерді білу керек болады. Одан екінші бізде білу керек болған нәрселердің бір тағы сукунды білуіміз керек. Сукунды білуіміз керек. Одан кейін біздер шадданы білуіміз керек. Бұл шадда, яғни қосарланып оқу, бұл фатхамен болуы мүмкін, немесе касармен болуы мүмкін, немесе даммамен болуы мүмкін. Одан кейін біздер жалпылама мәттің өзін білуіміз керек. Мәт бізде не? Яғни созу деген мағына. Яғни екіге созу. Яғни бізде фатхалы әріптен кейін әлиф әрпі келетін болса, ол әлифпен болған мәт болады. Яғни әлифпен болған созу. Немесе бізде кассарамен қандай да бір әріп келсе, және де одан кейін я әрпі келетін болса, міне я әрпі. Онда не болады? Ямен болған мәт болады. Одан үшіншісі, егер доммалы әріптен кейін бізде вау әрпі келетін болса, демек бізде не болады? Ваумен болған мәт болады, яғни ваумен болған созу. Енді біздер осы мәттің түрлерін, яғни бірнеше қатар түрлерін таныстырамыз. Бұл жерде жалпы мендегі PDF толыққанды араб тілінде, бірақ та мен барынша аударып беруге тырысамын, және де қазақша аудармасын жазамын. Жазуым түсініксіз болуым ықтимал, бірақ та мен қазақ тілінде, яғни дыбыстап айтып отқан кезде соны өздеріңіз дәптерлеріңізге жазалсаңыздар болады. Бірінші, ануа мамдуд. Мамдуд деген яғни мәттер. Ануа деген яғни түрлері. Біздер бүгін мәттің түрлерін өтеміз. Біріншісі бауырлар, әл-мәдділ уәжіб әл-мұттасил. Мәд уәжіб мұттасил. Мұт деп қойын. Бізде бірінші мәттің түрі әл-мәдділ уәжіб мұттасил. Уәжіб деген яғни міндетті деген сөз. Мұттасил деген яғни жалғанған. Плюс қойып қойық, яғни бір-біріне жалғанған болады. Яғни бұл деген не десе, біздерде егер қандай да бір мәт әрпінен кейін хамза келетін болса, бізде міне хамза деген осы нәрсе. Яғни мен қазақша аударма жасайтын болсақ, егер мәт әрпінен соң, бізде мәт әрпі деген не дедік? Мана айттық. Ол әлиф болуы мүмкін, немесе и болуы мүмкін, немесе вау болуы мүмкін. Егер де мәт әрпінен кейін хамза келетін болса, екеуі, яғни екеуі деген не? Мәт әрпімен және де хамза бір сөзде болса, онда төртке созу міндет, яғни уәжіп. Төртке созу міндет. Яғни бізде бір нәрсені білгіміз келетін болса, оны әрдайым айтамыз, Яғни мысал арқылы біздер нақты білеміз. Мысалы бізде осы жерде мысалдар берілген. Бірісі хунафа деген сөз. Осы жерде мән береміз бауырлар. Хунафа деген кезде міне фа әрпі фатхалы болды. Одан кейін міне әлиф келді, демек не болады? Бізде мәт болады. Одан кейін міне хамза келіп тұр. Және екеуі бір сөзде. Яғни мына жерде әлиф өзі бір бөлек, және хамза өзі бір бөлек болып тұрған жоқ. Екеуі бір сөзде тұр. Мұттасил деген яғни жалғанған, бір-біріне қосылған. Түсінді ма? Яғни мәт пен хамза бір-біріне қосылған.
Енді осы жерде бізде төртке созуымыз міндет. Егер мәттен кейін хамза келсе, мына жерге келіп тұр. Қалай созамыз? Хунафа. Осылай созамыз. Екінші мысалда жаатхум. Қалған мысалдардың барлығы дәл сондай. Яғни мәт әрпінен кейін хамза келеді, және екеуі бір сөзде болады. Бітті. Біздер не істейміз? Төртке созатын боламыз. Мына жерде екінші мысалда жаатхум, джим әрпі фатхалы, одан кейін әлиф келді, бізде не? Мәт болады. Одан кейін хамза келіп тұр, және екеуі бір сөзде бөлек-бөлек тұрған жоқ. Бұл жерде төртке созу міндет. Қалай? Жаатхуму. Осылай. Одан кейін келесі міне алифтен кейін міне мына жерде не келіп тұр? Хамза келіп тұр. Бұл жерде не істейміз? Созамыз. Қалай? Ха-уму. Түсінді ма? Одан кейін келесі улайка. Улайка деген кезде мына жерде таңбаша берілген. Міне мынау, бұл бізде мәттің белгісі. Яғни оның алдыңғы сабақтарда негізі бар еді. Бірақ та бұл да мәттің белгісі. Яғни осындай да бір палчық тұратын болса үстінде, бұл екіге созу деген міндет, яғни мәт. Одан кейін қараймыз, касрамен не келді? Хамза келді. Демек бұл жерде төртке созу міндет. Қалай? Улаика. Түсінді ма? Одан кейін сөз хатиатуху деген сөз. Міне та әрпі касралы, одан кейін я келді, одан кейін хамза келді. Бұл жерде істейміз, төртке созамыз. Хатиатуху. Одан кейін міне син әрпі доммалы, одан кейін вау келді, одан кейін міне хамза келді. Екеуі бір сөзде тұр. Төртке созу міндет. Қалай? Ассуу. Бұл бізде мәттің бірінші түрі. Екінші түрі бізде әл-мәддүл әл-джаиз әл-мунфасил. Немесе қазақша мәд джаиз деп айтайық. Джаиз деген яғни болады, немесе рұқсат деген мағына. Мунфасил деген бөлек. Яғни бұл жерде жалпылама тілде түсіндіретін болсақ, бұл жерде екі сөз келеді. Бірінші сөз соңы мәт болады. Ал екінші сөздің басы не болады? Хамзамен басталады. Бұл жерде не болады? Созу рұқсат. Джаиз деген яғни болады, рұқсат деген. Мунфасил деген яғни бөлек деген мағына. Яғни бұл жерде қараңыз не? Мысалдарда иза асабатхум деген сөз тұр. Осы жерде изаны бір сөз ретінде қарастырамыз. Ол өзі бір сөз жеке. Бұл міне бір сөз. Және оның соңғы әрпі мәтпен аяқталып тұр, дұрыс па? Одан кейін екінші сөз міне екі деп қарастырайық. Ол жерде хамзамен басталып тұр. Демек бұл жерде не істейміз? Екіге созсақ та болады, немесе төртке созсақ та болады. Қалай яғни? Мысалы екіге созсақ иза асабатхум екіге. Ал егер төртке созатын болсақ иза асабатхум. Осылай. Асаба деген кезде осы жерде міне мына палчық тұр. Мана айттық, бұл жерде екіге созу керек болады. Немесе мен жерде екінші мысалды қарайық. Уама деген нәрсе, бұл өзі бөлек бір сөз қылып аламыз. Одан умируды бір сөз қылып бөлек аламыз, илләні бөлек аламыз. Осы жерде мә деген сөз міне немен аяқталып тұр? Мәтпен аяқталып тұр, міне алифі бар. Одан кейін хамза келді, дұрыс па? Және мына екінші сөздің өзі немен аяқталып тұр? Мәтпен аяқталып тұр, міне ваумен. Одан кейін үшінші сөз не? Хамзамен басталып тұр. Демек бұл жерде не? Мына жерде уаманы екіге немесе төртке созсақ болады. Және де екінші сөз жерде умируды да не? Екіге немесе төртке созсақ болады. Себебі әрқайсысы бөлек сөз болып тұр. Және хамзаға жолып қалып тұр мәттің өзі. Екіге созатын болсақ, уама умиру илля. Осылай. Ал егер төртке созатын болсақ, уама умиру илля. Осылай созамыз. Одан үшінші мысалда лам ялбасу илля деп тұр. Осы жерде ялбасу деген сөз өзі бір бөлек сөз қылып аламыз. Міне бірінші сөз. Одан илля екінші сөз. Және илля екінші сөз немен басталып тұр? Хамзамен басталып тұр. Ал бірінші сөз мәтпен аяқталып тұр. Бұл жерде екіге немесе төртке созсақ болады. Екіге созсақ лам ялбасу илля. Ал егер төртке созсақ лам ялбасу илля. Осылай. Одан кейін төртінші мысалда инни анасту нара деп тұр. Осы жерде бірінші сөз міне мәтпен аяқталып тұр. Себебі міне касралы әріптеріне не келді. Одан кейін міне хамзаға жолықты. Бұл екінші сөз, бөлек сөз. Бұл жерде екіге немесе төртке созсақ болады. Екіге созсақ инни анасту.
Ал егер төртке созсақ инни анасту осылай. Одан кейін соңғы мысалда уама адрака мал ақаба деген кезде міне ма деген сөзді бөлек аламыз. Бұл бірінші сөз, бір деп қояйық. Адрака екінші сөз, және ол хамзамен басталып тұр. Яғни мат хамзаға жоқты, және екеуі бөлек-бөлек. Бұл жерде екіге немесе төртке созсақ болады. Екіге созсақ уама адрака мал ақаба. Ал егер төртке созсақ уама адрака мал ақаба. Жарай ма? Одан бізде үшінші, және осымен тоқтайық. Үшінші мәттің түрі маддус сила ас-суғра вал-кубра. Яғни қысқаша айтқан кезде мад сила. Мад сила бізде кубра болады және суғра болады. Суғрадан бастайық. Суғра деген яғни кішкентай деген. Ал екіншісі мад сила кубра. Бұны жеке алайық. Бірінші мад сила суғра дегеніміз, яғни бауырлар мына жерде қараймыз. Міне мынау белгі, осы таңбаша. Немесе мынау кішкентай вау. Осы екеуі келетін болса, бұлар, яғни осы екеуін көріп қалсаңыздар, біліңіз, бұл мәтсила суғра деп аталады. Бұны екіге созу керек. Екіге созу керек. Одан артық созуға болмайды. Ал енді мәтсила кубра дегеніміз, жаңа біздер айтқан екі таңбаша бар ғой, кішкентай мына вау, және осы таңбаша. Осы екеуі егер хамзаға жолықса, бұл жерде не істейміз? Бұл жерде екіге немесе төртке созсақ болады. Біріншісі міне екі мысалды қарайық міне. Юдиллу бихи кафира деп тұр. Осы жерде міне мына знак келді, белгі келді. Не істейміз? Екіге созамыз. Юдиллу бихи кафира. Осылай. Енді осы сөз бізде міне хамзаға жолығып қалса, төртке созуымыз керек. Немесе екіге созсақ та болады, бірақ дұрысы төртке созуымыз керек. Мысалға қараймыз. Дунихи аулия. Аулия неге сөздік? Себебіне мәт әріпі, одан кейін хамза келді. Бұл жерде уажиб. Бірінші мана мәттің түрі болады. Одан кейін лаху мульку. Бұл жерде екіге созамыз. Лаху мульку. Себебіне мынау белгі тұр. Енді осы белгі хамзаға жолығатын болса, міне бұл жерде екіге немесе төртке созсақ болады. Бірақ дұрысы төртке созу. Валаху аслама. Валаху аслама. Енді осы жерде біздер қорытындылап айтатын болсақ, бізде бұл жерде бір белгі бар. Яғни қандай белгі? Міне мындай ирелең сызық. Осы ирелең сызықты көретін болсақ, бауырлар, барынша төртке созуымыз керек болады. Кейбір жерлерде бәлкім созу міндетті. Мысалы мына мад уажиб деген секілді. Міне мына жерде хунафа деген кезде міне ирелең сызық тұр. Бұл жерде міндетті түрде төртке созуымыз керек. Жаатхум деген кезде мына жерде міндетті түрде төртке созуымыз керек. Басқа мысалдарда мысалға жайыз болған жаңағы, рұқсат етілген жерде де бұл жерде ирелең сызық тұрады. Міне, мысалға мына жерде міне қарастырайық, міне сызық көрсетемін, міне. Мына мысалды қарай салайық. Бұл жерде инни анасту деген кезде міне ирелең сызық тұр. Бірақ бұл жерде созсақ та созбасақ та болады. Себебі бұл не? Мәт өзі бөлек тұр, хамза ол бөлек сөзде тұрған себепті. Бүгіндікке осы үш мәттің түрі жарайды. Валлаху а'лам.